Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Мұхаммедқалиев Қайрат Мұхаммедиянович, Алматы қаласы Әуезов ауданы номер 173 мектеп-лицейдің көркем еңбек пәнінің мұғалімімін, педагог сарапшы. Менің сіздерге ұсынайын деп отырған элективті курсым тақырыбы ұлы мұра ұлттық қолөнер. Тәжірибе тарату мақсатында ұсынылып отырылған осы курстың мақсаты мен міндеттері төмендегідей: мәдениетіміз бен өнеріміздің асыл мұрасын сақтау, білім алушыға ұлттық құндылықтарды дарыта оқыту, ұлттық дәстүріміз бен өнерімізді тиімді пайдаланып, ұлттық құндылықтарды бағалай білуге және елжандылық сезімін қалыптастыруға жағдай жасау, шығармашылық қызметке дұрыс бағыттау арқылы білім алушының нәтижелі шығармашылық еңбекке қол жеткізуіне жағдай жасау, шығармашылық еңбекті кәсіпке ұштастырып, бәсекеге қабілетті Қазақстан азаматын тәрбиелеу. Бағдарлама төмендегідей бөлімдерден тұрады: қазақ ойынының өрнектерімен танысу, сәндік қолданбалы өнер бұйымдарын жасау, білім беру барысында ойын дағдыларын пайдалану, сурет салуда сандық технологияларды қолдану. Осы элективті курс авторлық бағдарламада бірінші бөлімде қазақ оюының өрнектерімен танысу. Әрине, қазақ оюының өрнектерімен танысу бұл 8-ші сыныптың оқулығында жүйеленген қазақ ою өрнектерінің сарындары деген тақырыппен берілген кесте бар. Бұл кестеде 4 түрлі ою өрнектің типі менен олардың сол типке жататын түрлері бар. Олардың жалпы саны 28. Олар космогониялық, зооморфты, геометриялық және өсімдік текті оюлардың түрлері. Осы оюларды пайдаланып біз мағыналы сурет саламыз бірінші бөлімде. Екінші, сәндік қолданбалы өнер бұйымдарын жасауда осы оюларды қолданып безендіреміз. Бұл жерде оқушыларға оюдың түрлерін қалай пайдалану керек екенін үйренеді. Өздеріңізге белгілі, бұл оюларды қолданудың өзі, мысалы зооморфты оюларды халқымыз, ата-бабаларымыз оны бас киімде, киімнің жоғарғы бөлігінде қолданбаған. Әдетте бас киімде, мысалы өсімдік текті оюлар қолданылуы мүмкін. Үшінші бөлімде білім беру барысында ойын дағдыларын пайдалану. Әрине, бұл жерде біздің жоғарыда айтып отырған ою өрнектеріміздің бәрі соларды қолданып жасалған ойын фишкалары бар. Соларды қолданып балалар өздері жасаған фишкалармен ойнау арқылы, ойнау барысында осы жаңағы ою өрнектің түрін және қай типке жататындығын танып білетін болады. Төртінші бөлімде сурет салуда сандық технологияларды қолдану. Бұл енді қазіргі заманның талабы, цифрлық суретші болу енді мұғалімге де артық болмайды. Сол себептен Крита деген бағдарламаны пайдаланып сурет салудың өзім қолданып жүрмін. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі аз уақыт ішінде игеріп алуға болады. Екіншіден бұл тегін. Үшіншіден бір рет жүктеп аласыз да ғаламторсыз жұмыс жасай бересіз. Осы 4 бөлімнен тұратын элективті курсты сіздерге ұсынып отырмын. Бұл курсты белгілі осы сәндік қолданбалы өнер бөлімінде әрбір сыныптарда оқытуға да болады. Тереңірек оқытамыз десеңіздер, үйірме жұмыстарында да қолдануға болады. Күтілетін нәтиже: ұлттық ою өрнекті танып білу, мағынасын түсіну, бұйым жасауда оларды орынды қолдану. Ұлы мұра ұлттық қолөнер бағдарламасы ұлттық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған 4 авторлық модульдан тұрады. Бұл бағдарлама сәндік қолданбалы өнерді оқытуды көздей отырып, барлық сынып деңгейлерін қамтиды. Оқушыларға қазақ халқының мәдени мұрасын тереңірек зерттеуге, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Бағдарлама аясында қолөнер бұйымдарын жасау, дәстүрлі ою өрнектерді үйрену және оларды заманауи сәндік қолөнерде қолдану сияқты бағыттар қарастырылған. Курс оқушыларды ұлттық мұраға құрметпен қарауға және оны болашақ кәсіпке айналдыруға ынталандырады. Назарларыңызға рахмет.